Мен Балгажин Айтбала Рүстемовна, балалар қауіпсіздігі бойынша тренермін. Сіздердің назарларыңызға әр бала әрқашан қолдауға көмекке лайық тақырыбында дайындаған шағын бейнеролигімді ұсынамын. Әр баланың жүрегінде үлкен әлем бар. Ол әлем нәзік, сезімтал, сенгіш. Кейде біз баланың күлімсіреген жүзін көреміз. Бірақ оның ішкі жан дүниесінде не болып жатқанын байқамай қаламыз. Үйдегі келіспеушілік, ата-ананың ұрысы, түсінбеушілік, жалғыздық сезімі. Осындай сәттерде бала өзін кінәлі сезінуі мүмкін. Өзін артық сезінуі мүмкін. Тіпті ешкімге керексізбін деп ойлауы да мүмкін. Ал шын мәнінде әр бала әрқашан қолдауға лайық. Әр бала әрқашан көмекке лайық. Әр бала махаббатқа лайық. Балаға ең алдымен түсіністік керек. Оны тыңдайтын адам керек. Оның сезімін жоққа шығармайтын, сен маңыздысың деп айталатын ересек керек. Бір жылы сөз баланың жүрегін емдей алады. Бір жылы құшақ оның сенімін қайтара алады. Бір шынайы әңгіме оның өмірін өзгерте алады. Мектепте де, үйде де, қоғамда да біз балаларға қауіпсіз орта қалыптастыруымыз керек. Бала жыласа, оны әлсіз демеңіз. Бала үндемесе, оны ерке демеңіз. Бала қателессе, оны жазалауға асықпаңыз. Ол тек көмек сұрап тұр. Өз тілінде, өз жүрегімен. Бала жай ғана кішкентай адам емес. Ол үлкен сезімдердің иесі. Ол бәрін байқайды. Дауыстың ырғағын, көңіл күйдің өзгерісін, үнсіздіктің салмағын. Кейде бала қатты сөйлемейді. Бірақ оның көзі сөйлейді. Кейде ол жыламайды. Бірақ жүрегі жылайды. Балаға мінсіз ата-ана керек емес. Балаға түсінетін ата-ана керек. Балаға мінсіз мұғалім керек емес. Балаға тыңдай алатын мұғалім керек. Қиын сәтте баланы сынау оңай. Ал оны түсіну жүрекке байланысты. Біз баланың жанын жаралай да аламыз, емдей де аламыз. Барлығы бір сөзден, бір әрекеттен басталады. Әр баланың жан айқайын ести білейік. Әр баланың үмітін сөндірмейік. Өйткені бүгін қолдау көрген бала ертең сенімді, мейірімді, күшті тұлға болып өседі. Әр бала болашақ. Әр бала мүмкіндік. Әр бала махаббатқа лайық. Есімізде болсын, әр бала әрқашан қолдауға, көмекке лайық.